Жетісу облысындағы 168 мемлекеттік мекемеге биыл пандус салынып, мүгедектігі бар жандарды көтеріп түсіретін құрылғы орнатылған. Бірақ бұл мәселе әлі де өзекті, себебі өңірдегі әлеуметтік нысандардың 40%-ы қоларбамен кіруге қолайсыз. Жетісу облысында қоларбаға таңылған 1000-ға жуық адам тұрады. Олардың мүддесін қорғайтын мониторингтік топтың құрамында Вадим Друзин де бар. Белсенді жас кіріп шығу қиын мекемелерді анықтап, өзекті мәселені үнемі көтеріп жүреді. Себебі ғимараттардың көбінде пандус болғанымен жастарға қызмет көрсету орталығындағыдай қолайсыз екен. Между поручнями 1,10 м должна быть. Темір тұтқалар адамның қолы жететіндей жақын жерде болуы керек. Мына жерде мен ұстай алмай тұрмын, сондықтан көтерілуі қиын. Шақырту батырмас істемейді. Осындай ғимараттарды анықтап, әлеуметтік қорғау департаментіне шағым түсіреміз. Мониторингтік топтың өтініші негізінде өңірдегі 100 шақты сауда-саттық және қызмет көрсететін нысандарға тексеріс жүргізілді. Нәтижесінде 60-тан астам мекемедегі пандус ретке келтіріліп, қоларбадағыларды көтеріп түсіретін құрылғы орнатылған. Ал салғырт қарағандарға айыппұл салынды. 5 жыл бұрын біз қоларбаға таңылған жаңағы зағип жандарымыз көп жерлерде біз кіріп шығысымыз қиын болатын. Қазір мына көп жерлер ыңғайлы, мемлекетіміз біздің дауысымызды естігеніне байланысты көптеген нысандарға өзіміз кіріп шыға алатын дәрежедеміз. Көбінесе кеудемізге бататын ол малый средний бизнес. Олардың жасап отырған пандустар дұрыс емес, сәйкес келмейді. Соның бәрін бүгін көрсетіп, биылғы жылы бақандай 9 миллионға штрафқа кіріп отырлар. Бізде қазір қалада енді бір 70% дайындық бар. Құдай қаласа ендігі жылы тағы да бір 15-20%-ға көтерсек деп отырмыз. Межеге жету үшін биыл 591 миллион теңге бөлінді. Қаражатқа 170 шақты мекеменің пандусы жаңартылып, қоларбадағылар қиналмай кіріп шыға алатын болды. Соңғы 3 жылда облыс бойынша 628 нысан 100% толық бейімделуден өтті. Жол картасына сәйкес бізде 1119 нысанды бейімдеуден өткізуіміз қажет. Ал қалған 491 нысан кезең-кезеңмен адаптациялық кезеңден өткіземіз. Нәтижесінде біз 2027 жылға дейін облыстағы барлық мемлекеттік мекемелерді 100% бейімдеуден жүргіземіз. Пандустарды орнату үлкен мәселенің басы ғана дейді Ерлік қоғамдық бірлестігінің төрайымы Роза Ақжеркенова бастаған мониторингтік топ енді мекеме ішінде де мүгедектігі бар жандарға қолайлы жағдайдың жасалуына атсалыспақ. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, 24 KZ, Жетісу облысынан.